Жалпы мен ойлаймын, осы адам баласының көзі қалай тамақ жейді, соған байланысты секілді. Мысалы, мына Европа халықтарының көздері доп-домалақ болып келеді. Неге десем, олар тамақ ішкенде былай жеді екен. Какой вкусный. Какой вкусный. Деп көздері шыға береді кәдімгі. Мына Қытай, Жапон, Корей халықтарының көздері сығыр болып келеді. Сөйтсем, олардың тамақтары да ашық, білесіңдер, жегенде кім қинап қойған десеш өздерін. Біздің қазақтардың көздері орташа болып келеді. Өйткені біз тамақ ішкенде былай жеді екенбіз. Мынау жақсы екен, мынау аш екен аға. Мынау жақсы екен, мынау аш екен. Мен кей кезде ойлаймын, біз негізі өз ақшамыздан гөрі біреудің ақшасын санаған жақсы көріп тұрамыз. Расымен. Мысалы, біз бәрі қазір соңғы кезде солай. Кафеге барып отырасың, бір тапсырыс бересің, ол тапсырыс дайын болғанша біз отырып алып бәрін санаймыз. Так, неше орындық бар мына жерде? Стол, 2, 3 деш, 5, 6, я. Адамдар келіп жатыр ғой. Мысалы, ана бәрі толы деш, сағатына мынандай ақша түсіп тұрады, күніне мынандай болады, налогын алып тастайық, жақсы, сосын кететін мынандай пайда болып тұр ғой, сонда нормаль, осындай бірдеңе ашып қою керек еді деп ойлап қоямыз жаңа. Концертке ерте келгендерде, мысалы, отырады да бүйтеді, так, мына жерде қанша орындық, так, алдың қатар мынандай деш, балкон мынандай, балконда орын санап қойшы, жіберіп қояды, жаңа, ол жүреді, ана жақтың бәрін санап. Ондайлар да бар жаңа. Ал қазір келесі шығатын жігіт тіпті залда қанша адам отырғанда санамайды. Мен оған айтып қойдым, 3000 адам отыр деп қалды. Енді бір 3000 адамға татитындай шапалақпен қарсы алыңыздар. Алдарыңызда театрымыздың тағы бір жас актері, шапалақ ұрмаса сахнада дірілдеп тұратын Медет Досқанаев. Қарсы алыңыздар. Ассаламағалейкум, Астана! Біз мынау негізі қазақ халқы өте ақылды халықпыз ғой. Ақылды болғанымыз соншалықты, мына шетелден келген тауарларды, шетелден келген заттарды біз өзіміздің нақышымызға келтіріп пайдаланамыз да. Мысалы үшін влажный салфетка. Влажный салфетканы шетелде бүйтіп ерін әдемілеп сүртеді да, лақтырып жібереді. Біз оны көретін болсақ, ауада қағып аламыз. Өйткені влажный салфеткамен біз бетіміз сүртеміз, мойнымыз сүртеміз, қолымыз сүртеміз. Лақтырайын деп жатасың, фук, туфлиді көреміз, туфлиді сүртеміз. Одан кейін барып лақтырамыз. Өмірдің соңына дейін пайдаланып кетеміз ана влажный салфетканы. Бірақ мына влажный салфетканы ауылды жерлерде көп біле бермейді. Өткенде ауылға бардым, ауылға барып үйде тамақтанып болып, қолымды влажный салфеткамен сүртіп, столдың басына қойып кеткем. Сөйтіп қайтып келсем, влажный салфетка жоқ. Сөйтіп сыртқа шықсам, әжем влажный салфетканың бәрін жайып тастапты. Ой, әжем, мына влажный салфетканы неге жайып тастағансың десең, қорқорды су салфетканы неге қалтаңа салып жүрсің, ауырасың деп қояды. Мынау қазір енді әжелерге не істейміз енді ренжіп. Мынау қазір заманның өте дамып баратқан уақытыда, мынау қазіргі заманда қолыңды жуып жаныңа бұрылып қарап қалсаң, қол кеп тұрады. Бірақ бір қазақты көрдіңіздер ме, қолын доказа кеп тұрған 4-5 минут. Біз бүйтеміз, қолымыз жуамыз, жуып аламыз, жақсылап. Қол кептіретінге барамыз да, ырымын келтіріп, екі рет дыр ет кептіреміз, арғары үстімізге сүртіп. Шашымыз туырлап, кездескен адам, ассаламалейкум, айбетпе қол сүйет, ассаламалейкум, айбетпе қол сүйет деп шығып кетеміз. Өз пайдаланамыз да, біз кез келген техниканың өзін қазақша пайдаланамыз да. Мысалы үшін фен, қарапайым фен. Фенді шаш кептіруге арнағанда, шетеліктер шаштарын кептіреді де әдемілеп қойып қояды. Біз де шаш кептіреміз фенмен әдемілеп. Шаш кептіріп атамыз, көйлегіміз суық қалса, көйлекті кептіріп кетеміз. Нәскиді феннің басына киіп жерімізді нәски кептіріп кетеміз. Үйде 2 фен болатын болса, 2 резеткеге кіргіземіз да, 2 балаққа тығып жіберіп, шалбарды кептіріп атамыз. Алдымызда шалбар палатка сияқты бүйтіп жыбырлап атады. Сөйтіп пайдаланамыз да, бірақ қыздардың фенмен шаш кептіргендер мүлдем ерекше. Қыздар бүйтіп айнаның алдына келеді да, фенді қосады да, бүйтіп тұрады шашын кептіріп. Деп тұрады да, бірақ та өзінің клиптегі әнші сезініп кетеді. Сөйтеді да фенмен өлең айтып кетеді. Бұл біз қазақтың қыздары еді. Өзінің күшті, мен кәдім күшті әнші болса болады екен ғой деп. Кәдім көрдіңіздер ма? Бір фенмен өзінің көңіл күйін көтеріп алды да. Күшті қылып. Мынау қазір кез келген қазақтың үйінде құдайға шүкір 4-5 телевизордан бар, дұрыс па? Әр бөлмеде. Үйде телевизор тұрады, телевизордың астында DVD, DVD-ның астында приставка, приставканың астында тағы да бір DVD тұрады. Үйде 7 пульт жатады, бірақ 2-ақ батарейка. Ана пульттан алып, мына пультқа саламыз, ана пульттан алып, мына пультқа саламыз, ана пульттан алып, мына пультқа саламыз. Бірақ та пульттың зарядкасы отырады. Тістейміз орақта оны. Арасында білгіштер шығады, тұзға сап қой деп. Тұзға саламыз сосын.
сосын отырамыз үйде, канал ауыстырып басасын, ауыспайды, что-то түсінбей қаласың. Қаттырек басасын, ауыспайды. Бір уақытта мынандайлар кетеді. Арасында прикол тастап битіп қоясың. Былай боласың. Бірақ шетіне қарап тұрсың, кәдімгі бір көрінбейтін адаммен қылыштасып жатқан сияқтысың да. Қасына дейін барамыз ғой, ауыстыруға, қасына дейін барамыз. Барып, қолмен ауыстыра салуға болмайды. Жоқ, пультпен ауыстыру керек та бізге. Тұрып аламыз, пультпен басып ауыстыру керек, болмайды. Бір уақытта жынданасың, мына пультті қайсысын құрттыңдар? Істемей қалыпты мына пульт деп. Сөйтсең, қолында ұстап тұрған пульт телевизордікі емес, DVD-дік болып шығады да. Өстіп жүреміз да. Мына пылесос, пылесостың өзінде аты айтып тұр. Шаң сорғыш деп. Біз де онымен шаң сорамыз. Үйде шаң сорып жүреміз. Бірақ алдымызда варенье төгілген шықса, варенье сорып кете саламыз. Қоқымдарды сорып кетеміз, болттарды сорып кетеміз. Гүлден түскен кесек жатады үйде. Кесекті барып битіп сорамыз, тартылмайды. Төбесінен ұрамыз. Тартылмайды. Жандан ұрып майдылаймыз, тартылмайды. Бірақ та басын жоламыз да, трубаға фук өткізіп кіргізереміз да, арғай сорып кете береміз. Сөйтіп пылесос бұзылады. Өткенде жеңгемнің үйіне барсам, жеңгем баласының екі аяғын көтеріп алып, қолымен үйді мұсырт жинатқызып жүр. Ойбай, жеңге не болды, тиістік па десем, көрсетем мен мынаған пылесостың бұзған деп қояды. Көрдіңіздер ма? Пылесосты бұзып алып, өзінің баласын пылесос қылып жерген да. Неше тұр? Мысал үшін қазір, мынау техниканың дамып кеткен заманда батыр қой, қазір 38 лампочкалы люстралар шыққан. Біз де сондай 38 лампочкалы люстраны аламыз да, бірақ екі-ақ лампочканы жағып қоямыз. Өйткені тоқ кетпесін деп та. Сосын үйде отырамыз, бір беті қараңғы столдың, бір беті жарық. Жарық бетінде шай ішіп отырамыз, қараңғы бетінде балдар ұйықтап жатады да. Ыңғайлы зато. Мына қазақтар әр нәрсені өзінің уақытымен пайдаланғысы келеді. Уақытпен. Біз асығып жүреміз да кешігіп қаламыз ғой. Жұмысқа барсақ та асығып барамыз, қайтып келе жатсақ та асығып келе жатамыз. Бірақ үйден шығып бара жатамыз, асығып. Үйден асығып шығып бара жатамыз, есікті жабамыз, кілттейін десең, кілт столдың басына қалып кеткен. Полностью киініп қойғасын. Есікті ашасында, как будто үй кір болмайтында бейт ұрасың ғой. Туфлимен. Барып кілтті аласың, шығып кетесің бейтіп қайтып. Кімді алдап жүріп кетті? Болмаса бір туфли шешет, секіріп кетіп барады, кілтке жетпей құлайды. Сөрде жатады жылап сосын. Болмаса төрт аяқтап баратындар бар. Екі аяғын көтеріп алады, төрт аяқтап барады, кілтті алады, төрт аяқтап шығады. Орнынан тұрады, тізе шығып кеткен да жензейін. Үйден шығамды, тізесін жензейін шығарып алады да. Мынау тефаль деген зат шыққан, өте ыңғайлы. Тефальді кәдімгі шайды қоясын, 2 минутта қайнайды, шайын ішіп кете бересің. Бірақ біз ол тефальға шай қоймаймыз. Біз оған жұмыртқа қайнатамыз. Картошка қайнатамыз. Одан кейін барып шай қайнатамыз. Сөйтіп үйде шай ішіп отырамыз, шайда жұмыртқаның дәмі болады. Ничего, чай со вкусом жұмыртқа деп қоясың. Өстіп пайдаланамыз да. Дұрыс, енді ерекшеліктерді мен айтып жатырмын ағайын. Бірақ енді мен ағайын айтайын деген, қазір біз шетелдің заттарын өстіп пайдаланып жатсақ, болашақта Қазақстанның заттарын, Қазақстанның техникасын шетелдіктер пайдаланады. Рахмет.